Дәрістің тақырыбы гипоксия. Гипоксия дегеніміз тіндерге оттегінің жеткізілуінің жеткіліксіздігі немесе оның жасушаларда пайдалану бұзылыстар нәтижесінде дамитын типтік дерттік үрдіс. Осындай жағдай гипоксия сияқты ол энергияның жеткіліксіздігіне және ағзалар мен жүйелердің функционалдық немесе қызметтік бұзылыстарына алып келеді. Немесе гипоксия бұл тіндерге оттегінің тасымалдануының немесе тыныс алу жүйесі тіндерінің оттегіні пайдалануының бұзылысынан дамитын тіндердің оттегіге ашығуы. Жалпы міне алсақ оттегі атмосфералық қысымда оттегінің деңгейі ауадағы. Жалпы білеміз ол 21% болу керек сыртта. Келесі тыныс алу жолдары арқылы альвеоларға жеткізіледі. Ол өкпе ұяшықтары. Сонда альвеолоциттер деген бар, бірінші түрі. Альвеолоцит бірінші түрі. Альвеолоцит арқылы оттегі капиллярға өтеді. Мына жерде эритроцит. Сонда эритроцитпен байланысады. Ал енді қысым біртіндеп төмендейді. Мысалы сыртта мынау альвеолық ауадағы қысым. Келесі артериялық қанда. Артериялық қанда 80-100-ге дейін болады. 80-ден 100-ге дейін қысымы миллиметр сынап бағанасында. Тағы көрсеткіш бар, ол оттегінің артериялық қанның оттегілік сыйымдылығы деген. Жалпы енді қанша ериді. Сонда 20 миллилитр оттегі 100 миллилитр қанда. Оттегілік сыйымдылығы көлемдік пайызбен есептеледі. Артериялық жағынан 20, ал веналықта 15 болады. Келесі айырмашылық 5 енді. Ол түсінікті. Гемоглобиннің оттегімен қанығуы. Жалпы гемоглобин 95-98%-ға оттегімен байланысады. Содан кейін тіндерге береді. Тіндік сұйықтық қалады, сонда көк тамырларда 65%. Міне осындай оттегінің организмдегі сырттан ішке қарай жолы. Сонда оттегі сыртқы ауадан альвеол арқылы, қан арқылы митохондрияға жеткізіледі. Ал митохондрияларда олардың нәтижесінде аденозин 3 фосфат түзіледі. Аденозин 3 фосфат деген ол энергияның көзі. Мына жерде көрсетілген оксигемоглобин диссоциациясының сызығы. Енді ол білдіретін нені? Жалпы өзі эритроцит алсақ міне. Немесе бұлай көрінеді эритроцит. Эритроцитте гемоглобин бар. Гемоглобин альфа және бета тізбегі.
екі тізбек альфа, екі тізбек бета. Онда оттегінің біртіндеп міне байланысу. Ол мысалы теориялық ойласақ, ол бірден байланысады 98-ге дейін, бірақ табиғатта біртіндеп байланысады, гемоглобиндердің тізбегі біртіндеп байланысады. Міне осындай сызық пайда болады, қанығу. Сонда көрсетілген мынау артериялық, веналық, мынау қанның оттегілік көлемі дегендей. Қазір оны тереңірек қарастырамыз. Енді гипоксияның түрлері. Ол байланысты қай жерде еттік үрдіс дамиды немесе өзгеріс. Экзогенді гипоксия дегеніміз ол сыртта ауада оттегінің үлестік қысымының төмендеуі. Сонда екі түрлі болады. Экзогенді гипобариялық деген, содан кейін экзогенді нормобариялық. Ал организмде әртүрлі ақаулардан, мысалы ол өкпедегі тыныстық дейміз. Ол альвеолоциттің бірінші түрі немесе жеткізілуі. Тыныстық деген тыныс алу жолдарында бір бөгет болу. Циркуляциялық ол жүрек жеткіліксіздігінде. Гемиялық ол гемоглобиннің аздығы немесе әсерсізденуі, немесе тіндік токсикалық ол митохондриялардың зақымдануы дейді. Міне осындай түрлері бар гипоксияның. Сонымен экзогенді, бұнан эндогенді деп атаймыз, немесе патологиялық жағдайларда дамитын гипоксия. Мысал ретінде көрсетілген мынау экзогенді гипобариялық гипоксия. Биікке көтерілгенде оттегінің деңгейі, мына қысымы төмендейді. Ал қысым төмендесе, онда денеде де оттегі аз болады. Денеде оттегі аз болса, онда энергия тапшылықты жағдай. Осыған байланысты содан кейін бұзылыстар. Осы үрдісті біз гипоксия деп атаймыз. Ол экзогенді гипобариялық. Гипо деген аз, барос деген ол қысым. Қысымдан төмендеуі. Әртүрлі өзгерістер барокамерада, жасанды жағдайда. Ең салыстырмалы ретінде сызба нұсқада берілген кестенің ішіндегі экзогенді гипоксияларда не гипобариялық, не нормобариялықта екеуінде оттегінің үлестік қысымы төмендейді. Тағы тыныстық гипоксияда белгілі екеуінде. Ал циркуляциялық гемиялық тіндік гипоксияда онда өзгерістер аса болмайды. Келесі көмірқышқыл газының деңгейі. Экзогенді гипоксияда екі түрлі болады. Ол нормобариялық болса жоғарылайды, ал гипобариялық төмендейді. Келесі тыныстықта жоғарылайды, бірақ кейде де өзгермейді. Циркуляция гемиялық тіндік ол өзгеріссіз. Мынау артерия веналық айырмашылық дегеніміз. Ол мынаны жаттап алу керек. Циркуляциялық гипоксияда жоғарылайды, ал тіндік гипоксия төмендейді. Енді қазір түсіндіріп берем оны. Жоғарыда артерия болсын, артериялық жақ, веналық жақ. Төменде көкпен веналық жақ, веналық қан, артериялық қан. Енді осы жерде артериядан 20 көлемдік пайыз оттегі келеді. Ал веналық жақта 15 болып қалады оттегілік пайыз. Сонда бесеу ол орташа есептегенде бесеу тіндерге. Мына жер тіндер деген ол әртүрлі жасушалар. Жасушалар өзінің өмір тіршілігін сақтау үшін пайдаланып отырады. Сонда циркуляторлы гипоксия кезінде
Онда қанның іркілуі, осының нәтижесінде қанның іркілуі жылдамдығы төмендейді, сонда тіндерге көбірек. Сондықтан ол мысалы артерия 20 болса, ал веналық жақтан 15 емес төмендейді. Мысалы 12 дейік. Сонда 5, мына 8 болады. Айырмашылығы. Артерия, веналық айырмашылық жоғарылайды. Ал керісінше тіндік дегеніміз ол тіндер пайдаланбайды, алмайды оттегіні. Себебі митохондрия жұмыс атқарылмайды. Сонда веналық жағынан онда 15-тің орнына 18 мысалы қалады. Айырмашылық 2 болады. 2 деген қалыптан төмен 5-тен. Әне алдында біз қарастырдық. Гипоксия негізде түрлерінде гемоглобиннің оттегі қанығуының қисығы. Мынау қалыпты. Қалыпты жағдайда мына жерде міне көлемдік пайыз мысалы 5 деп көрсетілген. Ол 10 жақтан. Мына жерде қанығу артерияда мысалы ол көрсетілген қысым орташа алынғанда. Міне ол 80, мына жерде 30 мысал ретінде. Сонда оң айырмашылығы артерия веналық айырмашылықтағы бар. Содан кейін қанығу бойынша. Қанығу дегеніміз ол қанша гемоглобин оттегімен байланысқан. Артерияда 95-96% болса, 95-96. Ал веналық жағында 65%. Ол қанығу. SO2 деген. Енді әр түрлерінде, респираторлы түрінде. Мына жерде көрсетілді. Респираторлы дегеніміз ол патологиялық тыныс алу жолдарында орналасқан өкпе аурулары, тыныс алу жүйенің дұрыс жұмысын атқарылмау. Осы нәтижесінде онда көрініп тұр салыстырмалы ретінде артериялық жағынан ол төмендейді. Қанығу да төмендейді, SO2. Респираторлық айырмашылық сақталады. Бірақ тағы оттегінің қандағы үлестік қысымы қалыптан төмен болады. Келесі қалыптылық пен циркуляторлық түрі. Оның алдында енді белгілі болды. Мынау қалыпты болса, циркуляторлық түрі ол жүрек қызметінің бұзылыстары ақаулы. Мысалы, инфаркт миокарды. Осының нәтижесінде циркуляторлы түрі мысалы аламыз. Ол артерия, веналық жағында іркіліс. Осы нәтижесінде мынау қалыпты болса, міне веналық жағы сол жаққа ығысады. Осы нәтижесінде міне айырмашылық жоғарылайды. Мына жерде 5% болса көлемдік, осы жерде 25-15% болып кетті көлемдік. Себебі осы жерде іркіліс болып тұр. Сыйымдылығы да төмендейді. Келесі түрін қарастырайық. Гемиялық түрі. Гемиялық түрі дегеніміз ол не эритроциттердің азайып кетуі, немесе әсерсіздену. Жарайды. Мына жердегі көрсетілген цитотоксикалық, гистотоксикалық тіндік түрі дегеніміз. Тіндік түрі митохондриялардың, міне митохондриялардың тежелуі. Әртүрлі ферменттердің не қызметінің бұзылыстары, не тағы басқа. Осы нәтижесінде көреміз. Қалыпта 5% деп айттық. Осы жерде 20, мынау 15 емес, мына жерде 18 болу керек еді. Сонда 2 көлемдік пайыз. Айырмашылық тіндік түрі.
жаттап алуға қажет осы. Жалпы қисынды, қалыпты немесе патологиялық гемоглобин кезіндегі оттегі қан сызығы. Ең жалпы мына жерде сызба нұсқаң патогенезін қарастырылған. Ол түріне байланысты емес, жасуша ішіндегі өзгерістерге. Жалпы енді гипоксия дамыды. Осының нәтижесінде әртүрлі себептерден әртүрлі аяқталатын жері бәрі жасушаның ішінде. АТФ-тің тіндік қорының төмендеуі, аденозин 3-фосфаттың тапшылығынан, онда натрий калий сораптардың қызметінің бұзылуы, келесі жасуша ішінде кальций иондарының орын алмасуы, себебі жинақ болады кальций. Саркөлемді АТФ азының бәсеңдеуі. Осының әсерінен кальций, міне осындай элемент жоғарылайды. Келесі кальций белсендіреді, кальций сезімтал протеазалар мен фосфолипазалардың. Осының әсерінен мембрана зақымданады. Келесі салдары ағзадағы электролит алмасу бұзылыстары. Ең соңында жасушаның өліктенуі алып келеді. Немесе тағы басқа жол бар. Ол натрий иондармен байланысты. Натрий иондар жоғарылайды. Осының нәтижесінде сонда ісіну дамиды. Жалпы сызба нұсқасы. Келесі патогенезі. Тереңірек қарастырайық. Бәр жерде универсальды бірдей болады. Оттегінің тапшылығы, ол қандай түрі болса да, эндогенді, экзогенді, нәтижесінде оттегінің тапшылығы. Осының әсерінен АТФ-тің төмендеуі, келесі фосфофруктокиназаның белсенділенуі, осының нәтижесінде гликолиз пайда болады. Гликолиз ол энергияның көзі ретінде болады. Себебі өмір тіршілігін сақтап қалу уақытша. Бірақ ол созылмалы жағдай болса, онда энергия қамтамасыздығының уақытша жақсарады. Бірақ осының нәтижесінде онда гликоген азайып кетеді гликолиздің. Келесі лактат жиналып қалады. Лактат жиналғанда буферлік жүйелер H+ байланыстырады. Бірақ ол созылмалы болса, онда буферлік жүйелердің әлсіреуі, азайып кету буферлік. Осы нәтижесінде цитоплазмада pH төмендейді. pH деген ол түстегі иондардың мөлшері. Түстегі иондар жоғарылайды, pH төмендейді. Міне осылай байланыс. Осының нәтижесінде H+ көп болса, фосфофруктокиназа белсенділігін жоғарылатады, төмендетеді, керісінше. Соң зардабы ауыр энергия тапшылықты жағдай. Енді АТФ-тің аз болуынан АТФ қажет. Ол калий, натрий сораптардың, насостардың жеткіліксіздігі. Осының нәтижесінде жасушада натрий жиналады, соң зардабы су жиналады, жасушаның ісіну, сонда дистрофия болады. Келесі энергия тапшы жағдайдан өзінің цитоқан-қанының бұзылыстары, ретикулумның бұдырлы зақымдануы, соң лайлы ісіну дейді, жасушаның өлімі, некрозы. Немесе лизосомальды мембраналардың өткізгіштігі жоғарылайды, осының әсерінен жасушаның өлімі. Тағы бір көрініс, ол жасуша мембранасының деполяризациясы, ауыр түрінде, сонда жасушаның өлімі, некроз. Мына жерде көрсетілген ол арнайы орталық жүйке жүйесіндегі бұзылыстар. Сонда гипоксия, келесі синапстық қуыстардың қоздырғыш амин қышқылдарының жиналуы. Осының нәтижесінде
міне өзгеріс болады. Глютамат рецепторлардың белсенділенуі, әрі қарай калий натрий каналдардың ашылуы, нейронның гипербелсенділенуі, осы нәтижесінде жасуша протеаза липаза белсенуі, бос радикалдардың жиналуы, қышқылды фосфорилдеуінің бұзылуы, энергиялық тапшылықты жағдай, келесі жасуша ішілік органелла мен мембрана зақымдануы, құрылымдық тапшылық, дистрофиялық үрдіс, дегенерация, соңғы нәтижесінде нейронның өлімі. Тағы қосымша сіздерден білесіңдер, ол кальцийдің артықшылығынан мына дамитын үдерістер, ал мына жерде натрийдің артықшылығынан дамитын үдерістер. Гипоксия кезінде ұзақ уақытты гипоксия болса, онда бейімделу дамиды. Сонда қорғану эффектісі бар бейімделудің. Кезеңді гипоксияның әртүрлі өзгерістер. Бірақ негізінде мына ДНК-да өзгерістер болады. Онда арнайы гипоксия индуцибілді фактор деген бөлінеді. GIF1, GIF2, осылардың әсерінен сонан кейін басқа өзгерістерді дамиды. Сонымен қорыта келгенде, гипоксияның екі түрі бар. Эндогенді және экзогенді. Эндогенді өз бөлінеді бірнеше түрлерге. Эндогенді тыныстық, химиялық, немесе қандық, циркуляторлық, тіндік, кейде араласты. Ал экзогенді гипобариялық және нормобариялық. Сонымен қатар, гипоксия кезіндегі ағзалар мен жүйелердің қызметінің бұзылыстары. Орталық жүйке жүйесінде, енді ауыр түрінде гипоксия болса, эйфория, тоқмелісу, қозу, құрышу, сананың тежелуі, соң ауыр түрі комаға алып келеді. Тағы морфологиялық бұзылыстар, ол нейрондардың дистрофиясы мен некрозы. Жүк қан тамыр жүйесінде жауап ретінде тахикардия, ал созылмалы ауыр түрінде болса аритмия, қан айналымның орталықтануы, жиырылғыштықтың тежелуі, артериал гипотензия. Тыныс алу жүйесіндегі өзгерістер, гипервентиляция, кезеңдік тыныс алу, тыныс жеткіліксіздігі. Ас қорыту жүйесінде секреция мен моториканың тежелуі, гепатоциттердің дистрофиясы, бауырдың ошақты некроздары. Зәр шығару жүйесінде полиурия, олигурия, кейде ауыр түрінде гипоксия болса, жедел бүйрек жеткіліксіздігі. Сонда бүйрек өзекшелерінің некрозы дамуы мүмкін. Компенсаторлық механизмдер жедел, ол гипервентиляция, тахикардия, минуттық қан көлемінің артуы, қан айналымның орталықтануы, гликолиз және ферменттердің белсенділігінің артуы. Ұзақ мерзімді гипоксия болса, онда құрылымдық өзгерістер болады. Тыныс алу бұлшықеттерінің гипертрофиясы, альвеолалардың гиперплазиясы, капиллярлық тордың кеңеюі, миоглобин мен митохондрия санының артуы және эритропоэздің белсенділенуі. Ал енді гипоксия кезіндегі зат алмасудың бұзылыстары, ол АТФ түзілуінің төмендеуі, анаэробты гликолиздің белсенуі, лактат пен пируваттың жиналуы, метаболизмдік ацидоз және жасушалардың энергия тапшылықты жағдайының дамуы.